Сәлем қыздар, бүгін сіздерге шоколадный глазурдың жасалып жолын көрсетемін. Бұл глазурды қалаған тортқа қолдануға болады. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға какао және қантты салып, жақсылап араластырамыз. Какаоның жақсысын алыңыздар, менде малазийский какао. Магазиндегі какаолар болмайды, олардан дәмді шықпайды. Және де үстінен сүт, сливки құямыз. Егерде сливкилеріңіз болмаса, тек қана сүтпен жасауға да болады. Жақсылап араластырып алып, отқа қоямыз. Орташа отқа қойып, жақсылап араластырып тұрамыз. Біркелкі болғанша, қанты ерігенше. Оны қайнатудың қажеті жоқ, тек қанты еріп біркелкі болғаннан кейін оттан аласыздар. Массамызды басқа ыдысқа құйып алып, енді үстінен сары майымызды салып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сары майымыз толық ерігеннен кейін барып, холодильникке 15 минутқа салып қоямыз. Сол кезде қоюлана бастайды. Өздеріңізге ұнайтын қоюлық болғаннан кейін барып, қалаған торттың үстіне құйып сәндей бересіздер. Осымен өте дәмді шоколадный глазур дайын болды. Енді қалаған тортымыздың үстіне құйып, ягодалармен әсемдеп шықсаңыздар, өте әдемі көрінетін болады. Дәмі өте керемет болып шығады, қыздар, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар.